Ассаламу алейкум достар, сендермен бүгін Рико Кизет және де Жеги. Мен бүгін анамды алдыңғы шығарған конкурсының жауабын шығарғалы отырмын. Алдын білген жетінерім бар, білмейтіндерім бар. Алдын мен конкурс жасаған болатынмын. Сол конкурстың жауабы шығады бүгін. Тегін буст 500 алмас мега конкурс деп анамна орында тіккен болатын. 5 приз орын болатын. Және де Жеги бүгін тағы әбдіне жағдай қайталанды алдыңғы конкурсындағыдай. Алдыңғы конкурсымызда дәл солай болған еді Жеги. Мен сендерге сендер енді ол әдетсіздеулері мүмкін шығар. Міне бүкіліңе кіріп бір тексеріп көрсетейін. Сендерден ең көп қате кеткені сендер фит жүйесін ашпағансыңдар Жеги. Фит жүйесін қалай ашуды қазір мен көрсетемін. Міне мынау маған фит жүйесін ашпаған, мынау қандай видео салған солар ғана көрінеді. Ал былай фит жүйесін ашпапты. Ой-ой. Қайтадан кіреміз. Ол фит жүйесін ашпаған, міне кетті мако. Ошым 90 бүкілің осылай Жеги. Тек бірақ бала фит жүйесін ашып біздің арнамызда видеоға лайк басқан. Мен кім бұл видеоны түсірерін алдым, кім істеді, мен қызық болды, өзім көріп шықтым. Мен өйткені бізде комментарий өте аз болды. Мен қызық болғаннан көріп шықтым Жеги. Барлықтерінде дәл осылай ошым. Ешкім фит жүйесін ашпаған. Мінекей мынау фит жүйесін ашпапты бұл балада. Фриплай дейді. Фриплай кешір, сен де фит жүйеңді ашпағансың. Міне ВК сілтеме Сако дейді. Сако шоу, міне бұл да фит жүйесін ашпаған. Міне біздің конкурсымызға лайк басқан. Бірақ енді бізде екі арна бар еді, екеуіне тіркелмеген. Міне даже менің өзіме подписка жасамаған, бірақ мен конкурсыма қатысам деп комментарий қалдырып кетті. Жеги былай болмайды, міндетті түрде біздің каналымызға подписка жасаңдар Жеги. Жеги мен келесі тағы да дәл осылай конкурс жасаған қаласаңдар, міндетті түрде арнамызға подписка етіліп колокольчикті басып кетіңдер Жеги. Сол кезде сендер менің жаңадан шығып жатқан конкурсымнан құр қалмайсыңдар. Нако мені көп жазыпты, мен қатысам анау деген әдем комментарий жазған, бірақ ешқайсысы орындалмаған. Бізде тек орындаған бір ғана Зевре дейді. Тек осы бір ғана бала бізде орындапты. Қалғанын ешкім орындамаған Жеги. Тек бірақ бала. Бұл бір балаға мен берсем, басқаларда нечестно деп шығады. Хейтерлеріміз әрине бәрі асты шуласа керек Жеги. Сондықтан фит жүйесін қалай ашу керек емесіндер бір көрсетейін мен. Сендер ешқайсың фит жүйесін ашпағансыңдар. Фит жүйесін ашқанмен мен өзіме подписка жасалмаған. Ол сонда қалай? Менің конкурсыма қатысып жатсыңдар, менің шарттарым ең главный шарт, ол бірақ біздің арамызға подписка жасалмаған. Үшін барлықтерімді ақтарып қарап көрдім. Деп қанша адам істепті, сосын көргенем мен. Жеги мені настройка каналдарына кіресіңдер. Дәл осылай тұрады, мына үшеуіне өйстіп қосып кетесіңдер, мыналарын барлық қосылса, сендерде фит жүйесі ашық тұратын болады Жеги. Сондықтан фит жүйесін ашамыз Жеги. Мен үшін өзім шок болып қалдым. Конкурсты мәссаған бүкіл алмасың жаққа таратайын деп жатырмын деп өзім аузым ашып отырған едім мен негізі. 36 лайк, 145 просмотр болған екен Жеги бар ғой. Өте керемет, бірақ ешкім шарттарды орындамағансыңдар. Шарттарды барлықтерің орындамағансыңдар. Сондықтан бүкіл мен фит жүйесін ашу жолымен ендігіде ашатын боламыз Жеги. Міндетті түрде ашып қалдырып кетіңдер. Мен ендігіде өте үлкен мега конкурс жасайын деп жатырмын. Барлықтерің колокольчик басыңдар, сол кезде мега конкурстан қалып қоймайсыңдар Жеги. Барлығымыз қатысайық ендігіде мұшым Жеги. Мен айтарым осы, бүгін конкурста біздің конкурсымыз конкурс болмады негізі. Мен конкурсты дәл осылай жабатын секілді мен, себебі бірақ бала жеңді бұл жерде. Бірақ бала орындаған. Оған 100 кристалл дейді, бірақ 100 кристалл нечесіне болады. Мен 5 орын берген болатын. Бізде бар жоғы 2-ақ шарт еді. Сол 2 шартты ешкім орындамаған. Шарт фит жүйесін ашу дейді. Шарт осы видеоға лайк басып коммент қалдыру дегенбіз. Міне барлығын жазып кеткенбіз. Міне жазып кеткенін барлығын. Бірақ ешкім орындамаған. Менің өзім подписка жасамаған. Кешіресіңдер достар. Енді бұл обидный жағдай тағы да қайталанды. Сондықтан осы видеомызға лайк басып коммент жазып кетейік Жеги. Осы видеомызға егер де 60 лайк жиналатын болса, мен кез келген бір балаға әдемі коммент жазып кеткен 100 кристалл подаркаға беремін. Давайте осы видеомызға 60 лайк смело жинап тастайық. Келесі видеомызда да дәл солай ойнататын боламын. Сондықтан колокольчик басып кетіңдер Жеги. Лайктарыңды аямай, комментарияны толтырып кетіңдер. Толтырып коммент жазып кете беріңдер. Лайк 60-ға барып қалғанда мен үшін 100 кристалл кез келген біреуге 100 кристалл подарка беретін боламын.
Сондықтан лайк пен комментарияны аямаймыз, және де жеке каналымызға подписаться етілеміз. Подписка жасағанда міне мына тұр, міне подписка болсын, жаңа колокольчик шығады, сол колокольчикті аламыз да все деген сөзге қойып кетеміз, сонда болды. Менің шығып жатқан видео стримдарымды жіберіп алмайсыңдар. Енді жеге осында кристалл анығына ойнатып жатыр дейсіңдер. Бауырларым өсіп балаларымен бөлісіп отырмын. Подписаться деген осы сөзді басып ВК анау әлеуметтік желілерде бөліссеңдер болады. Және біздің ВК группамыз астыда бар, описаниеде тұрады. Сол описаниеге қалдырып кетемін, ВК группамызға да тіркеліңдер. Ол жерде өте кереметті қызықты постер үшін фото суреттер, ойындағы қызықты сәттер, бактарды көрсететін боламыз. Сондықтан ВК группамызға да подписка жасап, өз қызықты сәттеріне бөлісіп отырыңдар, міндетті түрде группамызға шығарып отыратын боламын. Ал все, жеке бүгінгі видеомыз осылай болды. Енді бүгінгі видео обидно видео болды. Енді барлықтарыңа сауап болатындай жағдай болды деген ойдамын. Барлықтарымыз енді осы қателіктерді түзеуге тырысақ. Все, ал ендігі конкурсымыз күтейік жеке. Барлықтарыңа рахмет, лайк басып коммент жазғандарыңа, бірақ орындамағандарың обидно болды. Все, жеге барлықтарыңа сау, сендермен болған Спикол қызы.